фетучини с курицей, грибами, сливочном соусе. Бізге 150 грамм тауықтың филесі, 80 грамм шампиньон, 10 грамм чеснок пен пияз және де осындай фетучинидің лапшасы керек болады. Лапшамызды суға салып, қайнап тұрған суға тұз салып пісіріп аламыз. Бізге бір порцияға 70-80 грамм жетеді. Майымызға пиязды салып қуырып аламыз. Осылай куриный филемізді саламыз. Біздің келесі рецептіміз итальянская паста фетучини с курицей, грибами, сливочном соусе. Бізге 150 грамм тауықтың филесі, 80 грамм шампиньон, 10 грамм чеснок пен пияз және де осындай фетучинидің лапшасы керек болады. Лапшамызды суға салып, қайнап тұрған суға тұз салып пісіріп аламыз. Бізге бір порцияға 70-80 грамм жетеді. Майымызға пиязды салып қуырып аламыз. Осылай куриный филемізді саламыз. Шампиньонымызды саламыз. Осындай тұз бен бұрыш дәміне қарай саламыз. 2 шампиньон тауығымыз қуырылды. Үстінен сливкамызды құямыз. Пастамызды суда пісіріп алдық. Осылай дайын болып тұрған курица сливочным соусы араластырамыз да тарелкаларымызға әдемілеп салып, үстінен пармезан сырды тёкадан өтірілген саламыз. Өте дәмді, және де қатты қымбат емес тамақ. Пастамыз дайын болды.